Келесі бөлім. Илко мараги. 다음 글을 잘 읽으세요. 그리고 질문에 답하세요. дейді. Келесі мәтінді өзіңді оқыңыз, жақсылап және сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Алдымен жаңа сөздерді түсіндіріп өтейін. Кеул. Қыс деген сөз. И немесе ка, хирохада. Зат, керек, қажет деген сөз. Қажет болу, керек болу. 전말이요. 전말이요. шынымен ба деген сөз. шынымен бе. 전 деген дұрыс, мал деген сөз деген соншалық дұрыс сөз деген. Егер солай қызық болса, қайдан шыққан? 요즘 деген бұл күндері, соңғы кездері дейді. 요즘 бұл күндері деген сөз. Ал бастайық. 다니엘 мен 지원ның әңгімесі бар екен бұл текстте. 지원 씨, 지난 주말에 뭐 했어요? 지원, өткен аптада, өткен 주말 дегеніміз білесіздер ғой. Аптаның соңғы 2 күні, сенбі және жексенбі. өткен демалыс күндері де не істедің? 지원 айтады. 동생하고 같이 쇼핑했어요. 다니엘 씨는 지난 주말에 뭐 했어요? ініммен бірге сауда жасадым, 쇼핑 жасадым деймін. Сен не істедің? Сен өткен аптада не істедің? өткен демалыс күндері не істедің? 저는 집에서 쉬었어요. 지연 씨는 보통 어디에서 쇼핑해요? мен үйде демалдым. 지연 деген сіз әдетте қай жерде сауда жасайсыз, қай жерде базар жасайсыз дейді. қай жерде 쇼핑 жасайсыз дейді. 백화점이나 시내에서 쇼핑해요. 왜요? 뭐가 필요해요? сауда орталығында немесе базарда. 시내 деген мысалы базар емес, сондай арбат дейміз ба? кішкентай бутиктері бар, сондай базарға ұқсайды, сондай жер қаланың ортасында. 시내에서 쇼핑해요. 왜요? әсіресе ол университеттерде, орталықтарда болады, университеттің қастарында. 왜요? 뭐가 필요해요 дейді. Не үшін? бір нәрсе керек па? 뭐가 дейді, бір нәрсе. 네, 겨울 옷이 하나 필요해요. 야, қысқы киім біреу керек еді. 그래요? 그럼 내일 쇼핑하러 같이 가요. 같이 갈까요? солай ма? онда ертең бірге сауда жасауға барамыз ба? 정말이요? 바쁘지 않아요? шынымен ба? қолың бос па? қарбалас емессің ба? 네, 오후에는 바쁘지 않아요. 같이 가요. 야, түстен кейін қолым бос. бірге барамыз. 좋아요. 백화점으로 갈까요? 시내로 갈까요? жақсы. неге сауда орталығына қарай барамыз ба, әлде қалаға қарай барамыз ба? 시내 дегеніміз сондай. жалпы 시 дегеніміз қала деген сөз, не деген 시 деген сөз. 백화점으로 가요. 요즘 백화점에서 세일을 해요. сауда орталығына барайық. біздегі мысалы мега басқа да ойын сауық сауда орталықтар бар ғой, сол сияқты соны 백화점 дейді Кореяда. 백화점으로 가요. 요즘 백화점에서 세일을 해요. сауда орталығына барайық. соңғы кездерде осы күндер сол сауда орталығында жеңілдіктер болып жатыр. жеңілдік жасап жатыр.
좋아요. 몇 시에 어디에서 만날까요? жақсы. Сағат нешеде, қай жерде кездесейік? Қай жерде кездесеміз? 투시에서 지하철역 앞에서 투시에 지하철역 앞에서 만나요. 사갓 2대 метро станциясының алдында кездесеміз. 네, 그럼 내일 봐요. 야, онда ертең көрісеміз, ертең кездесеміз дейді. Сіздерде осы диалогты 12 тректі тыңдап, қайталап жазып жаттыңыздар. Және келесі тапсырмамызда өздеріңіз орындаңыздар. Енді осы видеоны ары қарай тоқтатып, қиындау болса ары қарай көріп бірге орындаймыз. әдеттегідей 맞으면 동그라미, 틀리면 가위표 하세요. сөйлемдер дұрыс болса жақша ішіне домалақ белгілеп, дұрыс емес болса X'ті белгілейміз. 다니엘 씨는 지난 주말에 쇼핑했어요. 다니엘 өткен аптада сауда жасады. өткен демалыста. 지연 씨는 내일 다니엘 씨하고 같이 쇼핑해요. 지연 ертең 다니엘мен бірге сауда жасайды. Сауда жасаймыз дейміз бе, неміз? Нәрсе? Сатып алу. 쇼핑 жасау. 다니엘 씨는 옷을 사러 백화점에 가요. 다니엘 киім алуға сауда орталығына барады. 두 사람은 내일 백화점 앞에서 만나요. ол екі адам ертең сауда орталығының алдында кездеседі. Ал қане дұрыс па екенін осыларды тексереміз. Біріншісі әрине қате. Шопинг жасаған жоқ, Чион жасады. Ол үйде демалдым деп айтты. 아니요. 다니엘 씨는 집에서 쉬었어요. 지연 씨가 쇼핑했어요. екінші, екеуі бірге неге ертең барады. иә, дұрыс, барады сауда жасауға, базарға. 다니엘 씨는 옷을 사러 백화점에 가요. иә, киім алуға барады сауда орталығына. үшіншісі, 백화점 앞에서 емес, 지하철역 앞에서 деп айтты. 아니요. 지하철역 앞에서 만나요. метро станциясының алдында кездесеміз деп айтты. Енді келесі сұрақтарды текст оқып, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. 지연 씨는 지난 주말에 뭐 했어요? 지연은 өткен демалыста не істеді? 누가 겨울에 필요해요? кімге қысқы киім керек? кім қысқы киімді қажет етеді? керек болып тұр. 지원 씨는 내일 오후에만 바빠요? 지원 ертең түстен кейін қолы бос емес па? 두 사람은 백화점에 어떻게 가요? бұл екі адам ертең неге сауда орталығына қалай барады? иә, осылай асықпай осыны сұрақтарға өздеріңіз текстке қарап асықпай жауап беріңіздер. және дәл тексті қалай жазылған солай дәл солай көшіруге тырыспай өздеріңіз де солай
ұқсатып сөйлем құрауға тырысыңыздар. Неге қарамай кітаптарға. Енді мүмкін болған бір жауапты осындай деп ұсынайын мен. 지원 씨는 지난 주말에 동생하고 같이 쇼핑했어요. 야, 지연 오늘 өткен аптада інісімен бірге, інісі Лисаның інісімен бірге 쇼핑 жасады. сауда жасады. 누가 겨울옷이 필요해요? әрине 다니엘. 다니엘 씨가 필요해요. ертең боспын деп айтты ол. 아니요, 오후에는 바쁘지 않아요. жоқ, түстен кейін қатты қолы бос деді. қарбалас емес. 두 사람은 백화점에 어떻게 가요? 지하철역에서 만나요 дегендіктен метромен барады ғой. яғни 지하철역 가요 болады. осымен біздің илко мараги аяқталды. енді мен келесі сабақта келесі видеода сыко марагиді ең соңғы бөлімді түсіндіремін. біздермен бірге болыңыздар.